Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз зейін мен есте сақтау қабілетімізді дамытатын боламыз. Балалар, мына суретке мұқият қарайықшы. Бірінші суретте кім тұр? Бала тұр. Одан кейін терезе, ағаш, алма. Одан кейінгі астында есік, жаңбыр, қолшатыр, кемпір қосақ тұр екен, е? Жақсылап есте сақтап алыңдар, уақыт берілді. Енді осы суреттерді қойып көріңдерші кәні. Бірінші суретте кім тұрды? Екінші суретте не тұрды? Жақсылап қойып көріңдер, е? Бағанағы жаттаған суреттеріңді қойып көріңдерші орнына. Егер де балалар, сендер мына 8 суреттің барлығын есте сақтап, орын-орнына қойылған болсаңдар, онда сақтау қабілеттерің өте керемет деген сөз. Енді кейбіреуіміз 2 суретті жаттай алдық, немесе 3-еуін, немесе 4-еуін жаттап, ары қарайғы суреттерді біз жаттай алмай есімізден шығарып алдық. Біз ол кезде не істейміз? Біз ол кезде осы суретке арнайы оқиға құрастырсақ болады екен. Қазір бірігіп оқиға құрастырып көрейік. Бірінші суретте кім тұр? Бала тұр. Бала неден қарайды? Екінші суретке қарайықшы. Бала терезеден қарайды. Қарап еді, далада нені көрді? Ағашты көрді. Ағашта не өсіп тұр екен? Алма. Ол алманы алу үшін қайдан шығады? Есіктен шығады. Сөйтіп есіктен шығып еді, далада не жауып тұр? Жаңбыр жауып тұр екен. Ол жаңбырдан қорғану үшін қолына не ұстайды? Қолшатыр ұстайды. Сөйтіп аспанға қарап еді, нені көрді? Кемпір қосақты көрді. Көрдіңдер ме, балалар? Біз осылай оқиға құрастырсақ, есте сақтауымыз оңай болады екен, е? Міне, қазір тағы да қайталайын. Қараңдар. Бірінші суретте бала тұр, е? Кім тұр? Бала тұр. Бала терезеден қарап еді, далада ағашты көрді. Ағашта алма өсіп тұр екен. Ол алманы алу үшін есіктен шықты. Есіктен шығып еді, далада жаңбыр жауып тұр екен. Ол жаңбырдан қорғану үшін қолына қолшатыр алды. Сөйтіп аспанға қарап еді, аспанда кемпір қосақ тұр екен. Ал енді балалар, оқиғадан кейін бірігіп қойып көрейік. Бірінші суретте кім тұрды? Бала. Бала неден қарады? Терезеден. Терезеден қарап еді, нені көрді? Ағашты. Ағашта не өсіп тұр екен? Алма. Ол алманы алу үшін қайдан шықты? Есіктен. Есіктен шығып еді, даладан нені көрді? Жаңбыр. Ол жаңбырдан қорғану үшін қолына не ұстады? Қолшатыр. Ол аспаннан не көрді? Кемпір қосақ. Міне, көрдіңдер ме, балалар? Оқиғадан кейін оңай болды екен, жаттау. Біз осылай әрбір суретке оқиға құрастырсақ болады екен, балалар. Ал енді, балалар, мына суретке қарайықшы. Мұқият қарайық, е? Бірінші суретте не тұр? Тарақ. Одан кейін қыз, сөмке, ошақ, күн, гүл, кірпі, орындық тұр екен, е? Қарап тұрсақ, әр қайсы әр түрлі сурет екен, е? Енді біз осы суреттерді байланыстырып, оқиға құрастырсақ болады екен. Қазір енді бірігіп құрастырып көрейік, е? Ал сендер өздеріңнің ойларымен құрастырсаңдар болады, балалар. Енді бірінші суретте тарақ тұр екен, е? Екінші суретте қыз тұр екен. Енді яғни осы екеуін біріктіріп көрейік. Тарақ, тарақпен шашын қыз тарайды,
тарап, сөмкесін асылып, ненің даусын естиді? Ұшақтың даусын естиді. Сөйтіп ұшаққа секіріп еді, аспанда жарқыраған күнді көрді. Сөйтіп жерге топ етіп түскенде, әдемі гүл өсіп тұр екен. Гүлді жұлып қалып иіскеп еді, ар жағында ашуланған кірпіні көрді. Сөйтсе ол кірпінің гүлі екен. Ол кірпіден қашып келе жатып, шаршап орындыққа отырды. Міне, біз осылай оқиға құрастырсақ болады екен. Осы құрылған оқиғамен суреттерді орнына қойып көріңдер. Қане, сендерге уақыт берілді, 30 секунд уақыт беріледі. Мұқият ойланып, бірінші суретте не тұрған еді? Екінші суретте не болды? Қойып көріңдер, Одан кейін нені көрді? Одан кейін не болды? Енді бірігіп қояйық, балалар, Бірінші суретте не тұрды? Тарақ. Онымен кім тарады? Қыз. Не асылды? Сөмкесін. Аспанда ненің даусын естіді? Ұшақтың. Ұшаққа секіріп еді, аспаннан нені көрді? Күнді жарқыраған. Сөйтіп жерге топ етіп, нені көрді? Гүлді. Гүлді жұлып иіскеп қалып еді, ол ашуланған нені көрді? Кірпіні. Сөйтіп ол кірпіден қашып, шаршап келіп неге отырды? Орындыққа. Міне, көріңдер ме, балалар? Бізге есте сақтауымыз оңай болды, Ал енді, балалар, мына суреттерге қарайықшы. Бірінші не тұр? Қоян, доп, ағаш, маймыл, қонжық, үй, мәшине, әуе шары. Енді осы суреттерді байланыстырып, оқиға құрастырайық, Бірінші суретте бізде қоян тұр екен. Одан кейін доп тұр екен, Енді байланыстырайық. Қоян келе жатып, доп тауып алды. Доппен ойнап жатып, добы ағашқа тұрып қалды. Онда маймыл отыр екен. Маймыл допты алып беріп, қоянмен дос болып ойнап кетеді. Бұларға қызыққан қонжық, бұлармен қосылып, ойнап дос болып кетеді. Сөйтіп, қонжық бұларды үйіне қонаққа шақырды. Қонжықтың үйі алыс болғандықтан, олар мәшинемен барды. Машинемен бара жатып аспанға қарап еді, аспанда әдемі әуе шарын көрді. Осылай оқиға құрастырдық, балалар. Енді соларды жақсылап өздерің қойып көрсеңдер болады, қойып көріңдер, сендерге уақыт беріледі. Бірінші суретте не тұрды? Одан кейін не тауып алды? Оқиғаны байланыстырып, қойып көре беріңдер, балалар. Ал енді оқиға бойынша бірге құрастырайық. Бірінші суретте не тұрды? Қоян. Қоян не тауып алды? Доп. Ол добы қайда тұрып қалды? Ағашқа. Ағашта не отырды? Маймыл. Маймыл екеуі дос болғанда, бұлардың сыртынан кім қызықты? Қонжық. Қонжық бұларды қайда шақырды? Үйіне. Олар қонжықтың үйіне немен барды? Мәшинемен. Олар мәшинемен баратып аспаннан нені көрді? Әуе шарын. Міне, осылай құрастырдық, балалар. Енді келесі суретке қарайық. Бірінші суретте торт, банан, құлпынай, шоколад, қыз, айна, шар, қонжық тұр екен, Енді осы суреттерді байланыстырып көрейікші.
Мына торттың құрамында банан және құлпынай бар екен. Торттың бетіне шоколад ерітіліп құйылған екен. Бұл торт мына қыздың туған күніне арналып пісірілген екен. Қыз айнаға қарап еді, артынан шар ұстаған қонжықты көрді. Сөйтсе, қыздың туған күніне келген екен. Қараңдар, мен қайтып айтам. Мына торттың құрамында банан, құлпынай бар екен. Торттың бетіне шоколад ерітіліп құйылған екен. Бұл торт мына қыздың туған күніне арналып пісірілген екен. Қыз айнаға қарап еді, артынан шар ұстаған қонжықты көрді. Сөйтсе, қыздың туған күніне келген екен. Балалар, мен осылай оқиға құрастырдым. Сендер өздерің құрастырсаңдар болады. Қазір енді осы оқиға бойынша ойланып, өздерің қойып көресіңдер. Ал енді осы оқиға бойынша өздерің қойып көріңдер. Уақыт берілді, балалар, сендерге. Бірінші суретте не тұрған еді? Оның құрамында не бар еді? Және тағы да не бар еді? Оның бетіне не құйылды? Ол кімге арналған екен? Ойланып қойып көріңдер. Енді бірігіп қойып көрейік, балалар. Бірінші суретте не тұрды? Торт тұрды. Оның құрамында не болды? Банан және құлпынай болды. Оның бетіне не құйылды? Шоколад. Ол кімге арналған? Мына қызға арналған торт екен. Қыз неден қарайды? Айнадан. Қарап еді, не көрді? Шар ұстаған қонжықты көрді. Біз осылай құрастырдық, балалар. Әрбір суретке өздерің осылай оқиға құрастырсаңдар болады екен. Бұны мен құрастырдым. Ал сендер өздерің арнайы құрастырсаңдар болады екен. Қандай сурет болмасын. Сонда есте сақтауларың оңай болады екен, балалар. Назарларыңа рахмет. Сау бол.